Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Казкөлік YouTube арнасы. Бүгін тағы да залог көліктерге келдік. Жаңадан көліктер келген екен. Toyota Camry 40-тық 2006 жылға. Және достар, негізі мен өте бір керемет программа жүргізгелі жатырмын. Кез келген көлікті, мысалға 3 миллионға көліктер алғыңыз келсе, соның 30%-ын саласыз да, мысалы. Немесе миллионға көлік алғыңыз келсе, 300 мың теңгесін саласыз. Менің өзімнің компаниям ашып жатырмын, жақын арада барлығы болады. 30% саласыз, менің тек еңбегім сізге қалған ақшасын бөліп беруге, мен сізге сондай жағдай жасаймын. Сол кезде, мысалы 100 мың теңгесін мен алып қалам өзімнің услугама. Ал қалған 200 мың теңге, соның 800 мың теңгесін мен сізге бір жылға немесе 1,5 жылға бөліп беруге сондай керемет компания құрып жатырмын. Соған сіздерге де пайдалы бір жағынан өте мысалға жаман көлік алғаннан көрі 30%-ын салып алсаңыздар, керемет көлік алып аласыздар. Ал ендеше біздің келген немізге бастайық. Мына 40-тықты 3 миллион 750 мың екен бағасы. Покупка в кредит или наличие дейді, екеуі де бар екен. 2006 жылғы 2/4 көлемі автомат жүрген екен, 179 мың. Жалпы кузовқа кішкене ремонт керек. Артқы бамперлер және алдыңғы бамперлер сәл-сәл сырылған. Енді ходовойға КПП дейді, кондиционер өзіңіз үшін диагностика жасап аласыздар. 40-тық мінекей. 2 миллион 908 мың дейді. 2 миллион 909 мың почти. Бұнда кредитке немесе наличие ала аласыздар. Шкода Rapid 14 жылғы 1/6 көлемі. Коробкасы механика екен. 270 мың жүрген газ, бензин. Бұған енді так ходовойға және моторға, КПП-ға сәл өзіңіз диагностика жасайсыз. Және кузовқа да ремонт керек дейді. Бұл енді қатты не істемеген көлік, шаршамаған, көрініп тұр таза екені. Достар, тағы бір керемет көлік келген мына жерде. Көрейік. 55-ші нұсқа Toyota Camry. Бұған ешқандай жөндеулер қажет етпейді. 2016 жылғы 2/4 көлемі автомат, 82 мың жүрген, бағасы достар 8 миллион 930 мың теңге. Қалай енді? Арзан ба нарықтан? Ешқандай кузовта да, моторда да ешқандай проблема жоқ. Өзіңіз келіп қарасаңыздар болады, егер осындай көліктер арманда жүрсеңіздер. Және бұл жерде барлығы бұрыннан тұрған көліктер. Бұл жерде тек қана бір Toyota'ның бағасын айтып кетейін тағы да. Бұл енді араб па әлде европейкі ма білмеймін. 3 миллион 247 мың дейді. 2005 жылғы 2/4 автомат, 300 мың жүрген екен. Бұның ішін көрсетейін, енді сыртында кішкене жөндеулер керек. Ішін өзіңіз қарап көріңіздер, мінекей. Европейкі ма әлде араб па, қай жермен біледі. Бұл көлікте келгеніне бір айдан шамалас болды, әлі тұр екен, өтпеген екен. Chevrolet Cruze. Бұл бұрыннан тұрған сияқты. Бағасы 3 миллион 103 мыңға түскен екен алдындағыдан. 13 жылғы көлемі 1/8 автомат, 60 мыңға жүрген газ, бензин. Енді біреулер капризный деп айтып жатыр бұларды, кейбір кісілер. Енді баптап өзінің бабымен мінетін болсаңыздар, әрине сізге көп жүріп береді. Мына бір акцентінде көрейік, бағасы түсті ме екен. Бағасы 2 миллион 846 мыңға түскен екен достар. 2014 жылғы 1/6 128 мың жүрген автомат, газ, бензин. Бұның енді бампер басқаша екен. Мына жерден сәл-сәл кузовта ремонттар керек. Жаман емес жағдай. Бұл жерде тұрған сайын кішкене көліктердің бағасы түседі. Сондықтан әр уақыт өткен сайын осылай келіп қарап тұруға болады достар.
ендеше каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып отырыңыздар ұнаса, және жаңағы айтқан программа қалай екен соңында комментарияға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Ең бастысы бұл жерде сенім, тек маған сенсеңіздер болды. Барлығы жақсы болады. Сау болыңыздар.